Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен тосап қосылған пирог дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін ең алдымен 2 жұмыртқа, 180 грамм қант керек болады. Осы екеуін венчиктің көмегімен жақсылап араластырып, қанты ерігенше, немесе сіздер миксермен араластырып алсаңыздар болады. Міне осылай болып шығады. Сосын ұнымызға разрыхитель тест қосып дайындап қоямыз. Сосын менде 120 мг жылы сүт. Оны да қосып жақсылап араластырып аламыз. Міне жаңағы дайындап қойған ұнымызды 2 бөліп салып алатын боламыз. Осылай біркелкі болғанша, түйіршіктері кеткенше жақсылап араластырып, ұнымыздың екінші бөлігін саламыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушай белгісін басып кетіңіздер. Менде жаңа шыққан видеоларды бірінші болып көріп отырасыздар. Сосын күнбағыс майын қосып, жақсылап араластырып, дайын болған салмамызды кальцоға немесе өздеріңізге ыңғайлы ыдысқа салып пісіріп алсаңыздар болады. Менде кальцо диаметрі 20. Міне мен кальцома салайын деп жатырмын. Алдын ала дайындап қойдым. Ең алдымен осылай бір бөлігін салып аламыз. Сіздер теңде 2 бөлікке бөліп алсаңыздар болады. Жан-жағына жеткізіп, ортасына мен құлпынай тосағын қостым. Сіздер өздеріңізге ұнаған салманы салып дайындасаңыздар болады. Дәмі өте керемет, жұмсақ болып шығады. Жан-жағына жеткізіп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай. Екінші бөлігін салып, бетін толықтай жабамыз. Бүкіл жағына жеткізіп жатырмын. Осылай толық бетін жауып болып, 1-2 рет ұрып аламыз. Дайын болған салмамызды 180 градуста қызып тұрған пешке 30-40 минутта пісіріп аламыз. Бірақ толық суыған соң кальцодан шешіп алыңыздар. Ас болсын. Сау болыңыздар.